Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Біз бүгін ғасырлар сүзгісінен өткен інжу маржан құндылықтарымыздың бірі қиссалардан үзінді оқуды бастайтын боламыз. Алдарыңыздағы Қиссасул Әнбия кітабы отбасы хрестоматиясы қорынан жарық көрген. Ендеше осы кітабымыздан қиссалардан үзінділер оқуды бастайық. Адамның жаралу қиссасы. Ұлық Алла ешқашан ештеңеден жаралмаған әуелден бар зат еді. Әлемнің іші де тысы да бір өзі. Әлемнен бөлек те емес, бірге де емес, құпия қазына болатын. Тәңірі Тағала түр-түсі, шет-шегі, бет-келбеті, салмағы, мекені болмайтын мәңгілік құбылыс. Құдай өзінің құпиясын ашып, рухани қазынасымен шарапатын 18 мың ғаламға тарату үшін өзіне орынбасар жаратуды ұйғарды. Сол кезде тау, тас, орман, ағаш, от, су, аспан, жер барлығы адамды менен жаратса екен деп таласты. Мен биікпін, менен жарат деді тау. Мен әзизбін, менен жарат деді алтын. Мен тасқынмын, менен жарат деді су. Мен дүлеймін, менен жарат деді жел. Мен күштімін, менен жарат деді от. Мен асқақпын, менен жарат деді аспан. Мен жұмсақпын, менен жарат деді ағаш. Мен қаттымын, менен жарат деді тас. Сөйтіп барлығы таласып жатқанда жер ғана сынықтық танытып. Мен мақұлық атаулының табанының астында жатамын. Тәңірім өзіне орынбасарды мұндай қадірсіз заттан жаратпас. Түбім топырақ, бүкіл күл қоқысты маған көмеді, лас суды маған төгеді. Мен бұл құрметке лайықты емеспін деп ойлады. Сонда Тәңірі тұрып: әй, тау, сенде бір мін бар, тәкаппарсың, кішіреюді білмейсің. Алтын, сенде бір мін бар, баяның жоқ, сыртың жылтырақ, ішің қалтырақ. Су, сенде де бір мін бар, тасығанда өткел бермейсің. Жел, сен тұрақсызсың, мінезің құбылмалы. От, сенің мінезің қатыгезсің, жанғанда жақсы мен жаманды айырмайсың, жан-жағыңды жайпап кетесің. Аспан, сенің мінің мақтаншақсың, өзіңнен басқаны көз келмейсің. Ағаш, сен әлсізсің, сынақта сынып кетесің. Тас, сен мейірімсізсің, жақынға жылуың жоқ деді. Сонда жерге қарап: адам тәнін сенен жаратамын, сен кішіпейілсің. Менің ең жақсы көретін мінез құлқым осы. Бүкіл тіршілік иесі саған тәуелді болады. Мінезің ауыр, сабырлы, қойның толған береке, алтын, күміс, ас ауқат, түгел дерлік сенен өніп шығады. Күллі мақұлық нәжісін саған төксе де, сен одан хош иісті гүл шығарасың. Лас су жерге сіңіп, тәтті бұлаққа айналады. Жасаған жақсылығыңды міндетсіну сенде жоқ. Адам сенен жаралып, өлген соң саған оралады. Адам ұрпағы тірісінде неғұрлым саған ұқсаса, соғұрлым менің алдымда қадірлі болады деді. Осы кезде қара жер Алладан дат сұрады: уа жасаған ием, адамды менен жаратқаныңа қарсы емеспін. Олар қанша мыңдап жерленсе де, мен олардың денесін шірітіп, тәндерін топыраққа айналдырамын. Бірақ адам баласы ғапылдықтан күнәні көп жасайды. Олар өмірден өткен соң менің қойныма таудай күнәларын арқалап келеді. Сонда олардың ауыртпалығын кім көтереді? Жасаған қиянаты мен зорлық-зомбылықтары менің де арқама батар деді. Қара жер, қайғырма, мен шебер Алламын. Олардың күнәсін жойып саған салмақ салмауға құдіретім жетеді. Мен адам ұрпағына Құран түсіремін. Марқұм болғандардың ұрпақтары аруақты еске алып, оларға Құран оқытып, артынан дұға ететін болса, олардың күнәлары жойылып отырады. Сонда саған да артық жүк түспейді. Мұсылмандар аруақтарды ұмытып, оларға Құран оқуды тоқтатқанша осылай жалғаса береді деді. Қара жер сонда барып тыныш тапты. Қазақтардың әр аптаның бейсенбі, жұма күндері 7 шелпек пісіріп, аруақтарға Құран оқытатын салты осыдан қалған екен. Мұсылмандар қашан осы дәстүрін тоқтатқанда, жер адамдардың күнәсін көтере алмай, екіге жарылып, қиямет қайым орнайды деседі. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі қиссаны жіберіп алмаңыздар.